Өміріңізді өзгертетін 3 қадам. Бұл сіздің негативті установкаларыңызбен жұмыс жасайтын техника деп айтуға да болады. Енді мысал ретінде айтатын болсақ, сіздің айналаңыздағы адамдармен конфликт болған кезде, мысалға ол күйеуіңіз болсын, енеңіз болсын, бастығыңыз болсын, немесе айналаңыздағы кез келген адаммен конфликт болғанда, біз біріншіден ол адамдарды кінәлай бастаймыз. Ол адам жаман, ол адам сізді түсінбейді деген сияқты ой келеді. Екіншіден, өзіңізді жей бастайсыз. Менің қолымнан түк келмейді, мен дәрменсізбін, мен шарасызбын деген сияқты осындай негативті ойлар келеді. Сондықтан да бұл негативті ойлар өте позитивтіге қарағанда тез орындалатын болғандықтан бұл жерде біз 3 қадамды қолданамыз. Бірінші қадам ол тану, яғни негативті ойларды бірден тану. Екінші қадам оларды алмастыру, бірден біз оны позитивтіге алмастыру. Ол кезде біз олар жайлы, өзіңіз жайлы позитивті ойлайсыз. Үшіншіден сол позитивті ойды миыңызға бекіту. Осылай сіз ол негативті ойдың ары қарай сіздің өміріңізге орындалуына алып келмейсіз. Техниканы жасаңыз, бөлісіңіз, парақшам ұнаса лайк басылып, жазылып кеттіңіз, ұнамаса өтіп кеттіңіз. Егер түпкілікті терең жұмыс жасаймын десеңіз, проработкаға жазылыңыз. Ол үшін проработка сөзін қалдырсаңыз.